Күнделікті жеп жүрген тамағыңыздың қайдан келетінін ойланып көрдіңіз бе? Сіздің күнделікті тағамыңыздың шамамен 60%-ын көмірсулар құрайды. Аты айтып тұрғандай, бұл көміртек, сутек және оттектен құралады. Бірақ бұл атомдар қайдан пайда болады және олар қалай бірігіп, жеміс-жидек пен макарон сияқты дәмді тағамдарға айналады? Барлығы дәл қазір сіз шығарып жатқан ауадан басталады. Дәлірек айтсақ, көмірқышқыл газынан. Өсімдіктер дәл осы көмірқышқыл газын өздерінің терісіндегі саңылаулар, яғни устьицелер арқылы өзіне сіңіреді. Олар жерден суды тамырлары арқылы сорып алады, сол арқылы қажетті сутек пен оттек атомдарын және электрондарды алады. Бұл заттар көмірсуларды жасауға қажет. Ал мына нәрсе не деп ойлайсыз? Бұл өсімдік жапырағындағы ерекше органелла хлоропласт. Ол жасыл, өйткені құрамында хлорофиль деп аталатын жарықты сіңіретін ерекше пигмент бар. Әрбір жапырақта шамамен 44 мың жасуша болады, ал әр жасушада 20-дан 100-ге дейін хлоропласт болады, яғни бір жапырақта 4.400.000 хлоропласт болуы мүмкін. Сіз әрине бұл фотосинтез процесі екенін түсіндіңіз. Енді күн сәулесі қашан қатысады деп ойланып отырған боларсыз. Сол бастапқы су молекуласын еске түсірейік. Өсімдік ол суды бөліп, ішіндегі электрондарды алуы керек. Бірақ өсімдік суды өзі бөле алмайды. Оған күн сәулесінің қуатты энергиясы қажет. Енді хлоропластта барлық қажетті құрылыс блоктары бар. Көміртек, сутек, оттек және электрондар. Осы элементтерді пайдаланып, фотосинтездің келесі кезеңдерін жүзеге асырады да бастапқы көмірқышқыл газын қарапайым көмірсу, яғни глюкозаға дейін айналдырады. Глюкозаны кейінірек целлюлоза сияқты ірі және маңызды көмірсуларды жасауға қолданады. Целлюлоза өсімдікте болатын көмірсу, бірақ біздің ағзамыз оны қорыта алмайды. Оны бір талшық